Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Қазақстандағы барша мұсылман қауымға үндеу жасап, 2020 жылғы 18 мамырдан бастап еліміздегі барлық мешіттердің ашылатыны туралы хабарлаған еді. Алайда бұл рұқсат етілген шаралар тек төтенше жағдаймен қатар карантин тәртібі алынған өңірлерге қатысты. Ал біздің өңірімізде карантин режимі 25 мамырға дейін созылды, сондықтан жағдай тұрақталса ғана 25 мамырдан бастап облыстағы мешіттер ашылады. Жалпы қосымша тағы да сіздерге хабарлап кетуді жөн көріп отырмын. Тек қана жекелеген түрде намаз оқуларына болады. Әрі сол мешіттің 30%-ға жуығына жамағат болуы, әрі қосымша әр адамның ара қашықтығы 1,5-2 метр қашық болуы, әрі жалпы әр 3 сағат сайын мешіттің ауасының тазаланып тұруы, әрі санитарлық талаптар толық сақталуы талап етіледі.